Moi je vis, moi je meurs. Қыздар Димаштың бөгде қызбен сүйіспегені үшін ғашық. Әлемдік ән өнерінің биігінде жүрген заманымыздың жарық жұлдызы Димаш Құдайбергенге деген мақтау мен мадақ аз емес. Қарапайым әнсүйер қауым ретінде Димаш Славянский базарда топ жарып жүлде алғаннан 2015 жылда Қытайда танымал болудан бұрын Дайдидау әнімен қабылдадық. Сол әнмен қоса Димаштың көптеген сұхбаттарын көлігіме қойып алып ұзақты қысқалы сапарларға шығатыным есімде. Менің ең ұнататыным Димаштың кішіпейілдігі, тәрбиелілігі болатын. Бірақ қытайлық қыздарды тәнті еткені Димаштың дүркіреген атағы, адамзатқа жоқ ерекше таланттан сырт, бірде 90 келетін ұзын бойы мен қызға бергісіз сұлулығы да екені шындық. Бір Димаш үшін қазақ тілін үйреніп, Қазақстанға саяхаттаған адал тыңдармандар қаншама. Қыздардың жүрегіне шоқ түсіретіні өздері импорт жігіт деп атап кеткен осы бір ғажап таланттың басының бостығы, бойдақтығы болды. Қайта оянған махаббат бейнебаянында Димаш бокс шеберінің рөлін сомдады. Бейнебаянда суреттелгендей, қыз бүгінгі медицинаның қолынан келмейтін ауруға кіріптар болады. Тек бір ғана амал, медицина дамығанша ұзақ жылға қатырып тастау керек. Екі ғашық ақыры өздері ұзақ мерзімге қатырылып тастау талғамына келеді. Әрине, бұл әнді орындау халықаралық ән жұлдызы болған Димашқа ешқандай қиындық тудырмайды. Тек актерлық бейнелеу шеберлігін жетістірсе болғаны. Бұл орындаудың сәтті шығуы үшін Димаш және де кішіпейілдік пен актерлық жаққа жетекшілік жасайтын мамандарды ұсыныс етіп, көп реткі қайталау арқылы ақыры сәтті шығарып, тыңдарманымен қоса көрерменнің де өзіндік бағасын алып үлгерді. Осы бейнебаянды түсіру барысында сценарий бойынша қыз бас кейіпкермен ынтызарлана сүйісу керек еді. Бірақ дәл сол сәтке келгенде Димаш қайта-қайта тоқтап қалып қояды. Өйткені ұлттық дүние танымында тәрбиеленген жігіттің ойына анасының бөтен қызбен ешқашан жеңілтектене сүйісуге болмайды деген ескертпесі оралған еді. Ақыры режиссердан кешірім өтініп, осыншалық қана жақындаса алатынын айтады. Сол ізеттілігінің, әдептілігінің арқасында Димаштың жарқын тұлғасы тіпті де биіктеп сомдала түскендей болды. Димаштың қазақ жастары түгіл, бүкіл әлем жастарына үлгі боларлық қырлары көп. Соның бірі әнді көп тілде айта білу. Қай тілде айтса, сол тілдегі бояуын шығарып, мәнерімен айту. Бұл ән өнеріндегі қиынның қиыны. Екіншісі, қанша биік десе де, өзінің қара тұғырын, ана тілін, қоңыр домбырасын ұмытпай, ұлықтап ала жүруді Лондонда да, Москвада да, Пекинде де Димаш сол бір қалпынан жазбады. Қазақ азаматы деген атқа лайық биігінен түспеді. Бұл енді қазақша білім алғандар қыраспайды деп айтушылардың аузына құм құюмен бірдей еді. Мәселе қандай тілде білім алуда емес, білімді қалай қабылдауда, адамның өзін қалай ұстап, қалай жүруінде болса керек. Әлемде Димаштың әнін естіп, жүйке ауруынан сауығып жатқандар бар екен. Димаш әні адамды рухани биікке көтеретін ғажап шексіздік. Бірақ өзге ұлттармен салыстырғанда қазақ жастары Димаштың әнінен гөрі